Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Менің аты-жөнім Ербол Гүлқанат. Мен Шығыс Қазақстан гуманитарлық колледжінің информатика пәні мұғалімінің 3-ші курс білім алушысымын. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы кітаптың 141-ші бетіндегі 28-ші параграф гиперсілтемелер. Бүгінгі сабақта біз нені түсінеміз? Гиперсілтеме түсінігін білеміз, гиперсілтеме типтерін, гиперсілтемеге құру жолдарын. Гиперсілтеме дегеніміз үстінен басу арқылы файлға, веб-параққа, файл бөлігіне немесе интернет желісіндегі веб-параққа өтетін түсті, асты сызылған мәтін немесе графикалық нысан. Сонымен қатар гиперсілтеме тінту мен шерту арқылы қатынас орнатылатын қандай да бір нысанмен файл немесе құжаттың белгілі бір бөлігі болып табылады. Яғни сонымен байланыс құжат бөлігін орнатады. Ал бізде қатынас орнататын ол арнайы курсор көрсеткіші міне суретте көрсетіліп тұр. Ал келесі суретте байқағандай қатынас құралдары деп айтылып тұрған себебі бұл жерде басқан кезде ол сол веб-параққа кіреді. Сол себепті бұл жерде солай түсіндіріліп отыр. Міне суреттердегідей процесс орындалатын болады. Ал гиперсілтеменің 3 түрі болады. Бет ішіндегі жүйелік, жүйе аралық гиперсілтеме. Бет ішіндегі ол бір бет аумағында ауысуларды ұйымдастырады, ал жүйешілік бірдей сервер аумағында беттер арасында ұйымдастырылатын сілтемелер. Жүйе аралық сілтеме дегеніміз веб түйіндемесінде орындалатын беттерге сілтемелерді ұйымдастыру, яғни бір сайттан келесі сайтқа өту. Жалпақ тілмен айтатын болсақ. Енді келесі қарапайым мысал қарастыра кетейік. Бет ішіндегі сілтемеге келетін болсақ, ол мысал ретінде міне. Өздеріңіз білетін Әбу-Насыр Әл-Фараби, ол адамзаттың екінші ұстазы болып келеді. Ол кісінің туғанына 1150 жыл толып отыр. Осыған орай бет ішіндегі сілтемелерді осы сайттан, осы веб-парақшадан қарастырайық. Қарапайым бір нәрсе, өткен сабақта түсіндірмелер жайлы айтылған. Мысалы, 4-ші деген жазуды санды шертетін болсақ, бізде басқа бетке ауыспайды. Дереккөздер көрсетілетін болады. Немесе парақшаның жоғары жағына баратын болсақ, нақты дерек беріледі Әбу-Насыр Әл-Фараби жайлы. Төменгі жағына қарастаңыздар, мазмұны беріледі. Осы мазмұн арқылы біз бет ішінде сәйкесінше өздеріңіз байқағандай басатын болсақ, сол тақырыпты таба аламыз. Мысалға, туған жерін қарастырайық. Ол қай жерде туылғанын білгіміз келетін болса, біріншіні шертеміз. Әбу-Насыр Әл-Фараби, шын аты Әбу-Насыр Мұхаммед ибн Тархан ибн Вазлах Әл-Фараби. Ол кісі Отырар қаласында 870 жылы. Ал Сирияның Шам қаласында 950 жылы қайтыс болған. Ол ұлы ғалым, ойшыл, философ, математик, астролог. Тағы сол сияқты болып табылады. Ал келесі сілтеменің екінші сілтеменің түрі жүйешілік. Ал мен бұны сіздерге мысал ретінде егов қызмет көрсету сайтын алғым келіп тұр. Біз қызмет алатын болсақ, біз қызметтерді шертеміз. Яғни ешқандай сайтқа ауыспаймыз, сол сайттың ішінде ғана сол категориясына ауысатын боламыз. Ал сол категорияның ішінен сол бөлімдерде отбасыға байланысты керек болса, отбасына түртеміз. Сол жерде қызметтерді қарап таңдауға керек. Яғни бала туралы керек болса, онда баланы, бала бақшаға баланы кезекке қою. Оны басатын болсақ, міне сонда сол сайттың ішінде, бірақ сол программалар арқылы соның ішінде ғана жұмыс жасап тұр. Ал электронды цифрлық қолданба болу керек, ол енді бөлек. Ал енді үйге тапсырма. Сұрақтарға жауап береміз. Осы сұрақтар арқылы жұмыс жасайтын боламыз. Келістік пе? Сау болыңдар.